Қайырлы кеш, бүгін бізде жастар білсін YouTube арнамыздың кезекті шығарылымы. Бізде қонақта Сатпаев университетінің КВН жетекшілерінің бірі, автор, сценаристі Ардақ Бекенов. Қош келдің, Ардақ. Біздің бүгінгі шақырғандарыңызға рахмет. Кезекті подкастымызға. Жалпы бүгінгі біздің подкастымыздың тақырыбы ол буллингке және лудоманияға қарсы. Мен қазір сұрақтардың арасында осы сіздің жасап жатқан сфераңыз бойынша мен арасында сол сұрақтарды қоямын. Жарайды. Жалпы сіз өзіңіз Кентау қаласынансыз, қателеспесем? Оңтүстік өңірі, Түркістан облысы, Кентау қаласы. Сіз қандай мектепте оқыдыңыз? Қазақша немесе орысша? Мен негізі орыс мектебінде оқыдым. Оңтүстік өңірінен болсам да, бірінші мен 11 сынып бойы орыс мектебінде, университетте де орысша, магистратурада орысша, жалпы білім алу орысша болды, бірақ қазақи тәрбиемен деп айтсам болады. Өйткені отбасымызда барлығы қазақша сөйлейді, орыс тілін былай біліп жүрсін деп берген ғой. Біліп жүрсін деп? Біліп жүрсін деп. Садикте де орысша болды? Орысша, балабақшада да болдым. Иә. Жалына және Кентау қаласында көп қазақтар шоғырланған қала ғой негізінде. Негізі оңтүстікте көп болды. Сіз орыс мектебіне барғанда қалай сізді қарсы алды? Мектепте сізге буллинг болды ма? Жоқ, енді біз өзіміз Қазақстанда тұрып жатқаннан кейін орыс мектебі ол жай аты ғой. Ол жақта көбінесе қазақ балдар оқитын. Мен орыс мектебіне барған орыс болып кеттім деген сөз емес қой. Жай ғана тағы екінші тіл меңгерсін. Бәрібір отбасыда, жалпы қоғамда барлығы қазақша сөйлейді. Ол тем более біздің Кентауда, Түркістан облысында бізде орыстардың өзі қазақша сөйлейтін. Сондықтан ондай не болған жоқ. Хейт болған жоқ. Өте тамаша. Керемет. Мен де өзім Орал қаласынан болғанмын. Сіздер Ресейге жақынсыздар ғой? Ресеймен граница бізде 50 километр. Біздің кезде, мен кішкентай кезімде өте көп орыстар болатын, и сондықтан бізде андай прям тең болды. Екі тіл? Екі тіл. Мысалы, қазақша мектептерде көп болды, орысша мектептерде көп болды. Жақын арада Ресейге барып келдіңіз? Сондай сыбыстар бар. Сондай сыбыстар бар, Қандай команданың аты қалай? Желаны СЮ деген. Желаны СЮ. Сатпаев университетінің атына ойнап келе жатқан. Қателеспесем, премьер-лигадасыздар, да? Премьер-лигада, сол жоғары лигаға бір ғана қадам қалды. Келесі жыл бұйыртса сол жаққа өтеміз деп отырмыз командамызбен. Одан бөлек негізі Ресейден бұрын біз Қазақстанда да ойнаймыз. Сол Сатпаев университетінің жайдарманшы, әзілге жақын балдарын бәрін жинап, Қазақстанда қандай лига бар? Барлық лигада СЮ деген жалғауымен командалар ойнап жатыр, өнер көрсетіп. Жалпы КВН деген не үшін керек деп көбісі сұрайды ғой. Негізі біздің университет техникалық білім беру университеті болғанымен мойындау керек, кейбір балдар сабақ оқысы келмейді бізде. Бірақ сол балдардың сабақ оқымайтын, сабаққа бармайтын сабақтың тыс уақытын жаңағындай лудомания дейді, немесе басқа да бір теріс ағым жолдарға түсіп кетпеу мақсатында біз осындай жайдарман жолын аштық деп айтсам болады, ұйымын. Олар жалпы ол жастарда энергия көп қой, сол энергиясын ондай жаққа төкпесін деп осындай шығармашылық жаққа бұрсын деген оймен ашылған. Ол балдардан бір назарымызды тыс жіберіп қойсақ, жоғалтып аламыз деп қорқамын. Сондықтан осындай жайдарман болсын, жайдарман ғана емес, жалпы университетте көп қой ұйымдар. Би, ән, шығармашылығына бар, театр деген сияқты. Сондаймен кішкене баурап аламыз деген мақсатта ашылған ұйымдар. Дұрыс, өте қолдаймын. Және қазір барлық университеттерде, барлық нелерде осындай студенттер басқа жаққа бұзылып кетпесін деп, айтқанда осындай әртүрлі ұйымдар ашып, әртүрлі нетеді. Бұл қазір мен больше айтайын. Даже мектептерде де қазір, мен мамам мұғалім, қазір мектептерде де андай уже тәрбие бөліміне көп көңіл бөледі. Көп психологтармен встреча болады, көп тренингтар өткізеді, көп нелер өткізеді. И мектептерде де қазір өте көп жаңағы нелер ұйымдар көп ашылып жатыр екен. Негізі ол дұрыс деп ойлаймын, өйткені білім беру ол әрдайым бізде бірінші орында тұрады, бірақ бір тәрбие болмаса ол білімнің қажеті не деген сияқты ғой. Біз бірінші тәрбиеге көңіл бөлсек, одан кейін сол тәрбие алған бала
кішкентай кезінен сол құнарын жеген деген сияқты ары қарай білімін ала береді деген ойдамын. Жақсы тәрбие болса. Сол ғой қазір, тем более біз енді бәріміз Алматыдамыз, Алматы үлкен мегаполис, бұл жаққа Қазақстанның түкпір-түкпірінен барлығы арман қуалап келеді студенттер. И қала үлкен болғасын, қалаңда бір қызықтыратын, бір басқа бір жолдар көп та, и оған түсіп кету өте жеңіл да. Сол үшін балдарды назардан жібермеу керек деп ойлаймын. Әр университет болсын, колледж болсын, мектеп болсын, сол мекемелердің басты жұмысы. Особенно тәрбие ісі жөніндегі бөлімдердің. Білмеймін, біз оқып жатқан кезде андай сабаққа көп көңіл бөлетін. Сен сабақ тек енді сабақ. Андай кішкене мәдени жағына. Иә, тәрбие жағына, то есть уже нормально болып келетін ба біздің кездегі адамдар, білмеймін, қазір жас балалар нелер андай өте морально слабый ма? Қалай ойлайсыз? Осы орайда бір сұрақ туындап тұр өзіңізге. Енді бәрі сабақ оқыдық, қандайға уақыт болмады дейсіз ғой. Сіздердің кездеріңізде мен естуім бойынша енді баяғыда бір система болған дейді. Сол системаға жайлы айтып бере аласыз ба? Ол система тәрбие жағынан қалай болды? Бірінші курсқа келген кезде жоғары курс студенттері үлкен ағаларыңыз деп айтсам болады, күтіп алады және бір тәрбие жұмыстарын жүргізеді. Ол андай бір ешкімге қол жұмсап емес, жай ғана сөзбен айтылатын бір жиналыстар болып тұрады деп еститінбіз. Ол бөлек тәрбие жұмыстары. Ол жаңағы мектептегідей көшенің тәрбие жұмыстары. Мектептегідей ол жаңағы психологпен немен емес. Ол өзінен бір класс үлкен адамдардың тәрбиелері. Бірақ болмады демеймін, болды. Ондай амандасып жүр әрдайым үлкен кісілермен. Ол кәдімгі сен үйдегілерден де айтатын нәрсе. Үлкендермен амандасып жүр. Қыздарды сыйла, өзіне үлкен, мысалы жатақханадағы пол жуатын тәтелерді деген сияқты орында сыйлап, сөйтіп, және де мынандай оған қысқа киме дейтін нәрсе болған. Олға да, қыздарға да қатысты. Шорты сонда киюге. Тізеден жоғары және майка дейді. Майка киюге мүлдем болмайтын. Ол мен қазір ойлана келе өте дұрыс деп ойлаймын. Өте дұрыс тәрбие алыппыз, және сол тәрбиені беріппіз өзімізде. Негізі ол жүйенің бұрын болғанда жақсы жақтары бар екен, ол тәрбие жағынан. Ұрып түсіндірмейді, былай сөзбен түсіндіреді деген сияқты. Бізден бұрын ол жаңағы 2005-2004-терде мүлдем қатал болатын деп естігенмін. Бізден үлкен поколение. Бізден үлкен поколениеде, ол кезде уже сөзбен емес, іспен. Жаңа барлық университеттерде, барлық нелерде, мысалы біздің политехта, АТУ, аграрка дейтін университеттерде аты шулы өте қатты болған деп естіген. Жоқ, енді ол кезде енді сөйтіп андай былайша айтқанда басқа тәсілдермен тәрбие берген, бірақ бертін келе жаймен қазіргі заманда уже сөзді түсінетін адамдар пайда болды ғой, сөзбен де түсіндіруге болады барлығын. Сөзбен де түсіндіруге болады. Және сіз жалпы КВН-да жүргенде қанша жыл негізінде? Мен жалпы КВН-ге сол студенттік кезде келдім. Сабақ оқып жалығып кеткен кездері осы КВН деген есік ашылды бізге. Одан кейін соған кіріп, қазір әлі шыға алмай жүрік. Оны жұмысқа айналдырып жібердік. Биыл 11 жыл болыпты. Осы салада жүргеніме жалпы. Арасында бір нелер болды, паузалар болды. Бірақ 11 жыл толығымен. Осы 11 жылда, мысалы, сіздің талай эфирларыңыз болды, талай ютубта және телеканалдарда, телевизордан эпизодтарда болды. Осы орайда сіздің неңізге жазылған, өзіңіздің командаңызға немесе жеке жазылған интернет-буллинг дейді ғой, қазір қатты дамып жатқан. Сондай болды ма сізде? Ол әлеуметтік желілерде, Инстаграм болсын, ютуб болсын, бір біз ойынымыз шығады. Сол астында комментарийлер, пікірлер жазады ғой. Біздің негізі пікір жазатын адамдар ойлаймын мен негізі. Именно хейт жазатын адамдарды ойлаймын, ол былай айтқанда диванный критиктер дейді ғой. Отырып алып жаза береді деп. Ол басында былай ауыр тиетін, ол бертін келе үлкейгенсің ба, түсінесің. Ол ар жақта жазған адам негізі өте қолы бос, іш пысқан адам деп ойлаймын.
айдаладағы менде немесе менің командада не жұмысы бар деп ойлаймын да. Өйткені көбінесе жеке басқа кетіп қалатын жерлерді айтамын да. Если командалық тұрғыда командаға бір пікір бірдеңе болса, оны қабылдайсың. Жақсы нәрселер айтылып тұрса. Ал егер жоқ, мына бала очки табаған деп мысалы сапсары болып не үшін айтты бірдеңе десе, сен уже мынау уже жеке басқа кетіп жатыр деп ойлайсың да. То есть пікірлерді бөліп үйрену керек. Қайсысы буллинг, қайсысы жақсы пікір деп. Буллинг ол бұрыннан болған, әлде де бар и өкінішке орай болады деп ойлаймын. Просто әр адам қалай ол буллингпен күресе біледі. Қалай қабылдай біледі. Просто сынып қалмау керек деп ойлаймын. Түсіну керек, что ар жақта отырған адамды өте қолы бос адам. Өзімде жаңа КВН ойнағаннан кейін әр эфир шыққан сайын өзімізде комментарий кіреміз. Роял деген команда. Роял дейтін команда ойнады. Есімде, әйгілі. Кезінде Сатпаевтың атынан ойнағанбыз. Білемін. Премьер-лигаға дейін жеттіңіздер. Аслан бар, Канадан. Асланды білемін. Қанабек Мерген бар. Дарын Орынбасар бар. Бексұлтан Біләл да ойнады. Жоқ, ол біздің жетекшіміз. Ол инженерлерде. Ол инженерлерде. Жалпы сол эфирлерді қараған кезде өзімде көп оқитын, бірақ ол кезде андай студент жас болсам да, бірақ қатты қабылдамайтын. Мен сұрағым келіп тұрғаны, қазіргі жас КВНчик, жас жайдарманшылар егер де осындай интернет буллингке тап болса, қандай кеңес бересіз? Буллинг жаңа айтқанымда әрдайым болып тұрады, барлық адамға жақпайсың. Жаңа айтып өткенде ол ар жақта жазып отқан адам, іші пысқан, қолы бос адамда әр нәрсені жаза береді. Мен біздің жайдарманшыларға, жалпы ойнап жатқан адамдарға айтам, мән бермеңдер деймін. Главное, ең басы өздерің сахнадан ләззат алыңдар, ойнаған материалдарыңнан, даже Әділқазылардың қойған балына да қарамаңдар деймін. Өздерің ұнады ма, болды, өздерінің бір эндорфиндеріңді алып алыңдар деймін да, болды. И сахнаға шыққан кезде уже сендер біліңдер деймін, сахна бір саты жоғары тұр, көрермен бір саты төмен отыр да. Сендер уже былайша айтқанда сол көрерменнен жоғары тұрып өнер көрсетіп тұрсыңдар. Сендер уже сахнаға шықтыңдар, уже ұтып қойдыңдар деген ойды айтам. Өйткені сол залда отырған адамдардың кейбіреулердің арасында бір ой болады да. Блин, осы жерде мен ойнағанымда ғой. Мен ешкімнің андай пікірлеріне, буллингіне қарамай, сен КВНчик болмайды бірдеңе деген сөздеріне мән бермей, мен де шығуыма болатын еді осы сахнаға деп. Ал қазіргі сахнаға шыққан жалпы КВНчиктер барлығы олар ол пікірден бұрын сол сахнаға шықпас бұрын естіп қояды соның бәрін. Өзінің құрдастарынан, жолдастарынан, тастай КВН сен кім емес, редакторлардан. Иә, не деп қыртып жүрсің, өйтіп жүрсің деп ше. Буллинг ол сол кезде басталып кетеді да, ол жақын адамдарынан уже ше. Ол жақын адамдарынан естіп барып сахнаға шығып ойнағаннан кейін ол сен танымайтын адамның хейтін не істейсің деген сияқты. Ол мән бермеу керексің. Ол да ит үрет, керуен жүре береді. Сол сияқты. Өте тамаша, өте жақсы. Ардақ Бекенов, сізге көп рахмет. Шақырғандарыңызға рахмет. Оқасы жоқ. Студияларыңызға қалған шетінде келдім, уақытымды бөліп. Көп сізге рахмет. Ендеше біздің бүгінгі шығарылымыз өз мәресіне жетті.